Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Казма Тайм каналы, алғашқы ма жайлы жаңалықтар каналы. Ал біз бастаймыз. Октагоннан UFC-ге. Тарихта тұңғыш рет Қазақстанда құрылған лига әлемнің үздік промоушеніне жол ашты. Жеңілмеген Азат Максум Октагон лигасында 8 мінсіз жекпе-жек өткізіп, лига чемпионы атанды және өзінің салмақ дәрежесінде ма әлеміндегі ең жақсы даңғылдардың бірі болды. Расскажи еще раз, Сюинчи, что там? Красавчик! Базара нет. Вот я ему только тогда говорил, мы подпишешь, чуть-чуть осталось, в Америке будьте. Машалла. На 4 боя, да? Мотивация. Да, как обычно, стандарт. Красавчик, Саят. Кто olsun бауырым? Братюшка! Красавчик. Сейчас пока спешки же нет уже, да? Сейчас работу сделал, а завтра вершинка. Да, иншаллах, решит он. оправдаю. Братишка решит вопрос. Нормально он здесь работаем, все четко. Міне осындай қуанышты сәт, қуанышты жағдай. Хорхе Масвидаль Шавкат Рахмонов жайлы өз ойымен бөлді. Шавкат Рахмонов. Бұл жігіт мықты, және де қорқыныш туғызады. Мені таң қалдырған аз адамның арасында бар. Бұл жігіт шынымен маған ұнайды. Хамзат Чимаев бірден Масвидаль, Ковингтон, Перейра және Костаға әсер еткен бірнеше жазбаларын жариялады. Полицияға қоңырау шалу үшін соққыға жығылған Ковингтонның суретін жариялады. Нокаутқа түскен Масвидалдың суретін жариялап, қол қойды, баланың шындыққа оралуы. Перейраның суретін жариялап, қорықпа, балам, мен мұны тез жасаймын деп уәде беремін, жақын арада кездескенше деп жаздыңше. Мен онымен жекпе-жек өткізуге дайын екенімді білдіріп Костамен сурет салды. Ал сіз Хамзат Чимаевтың кіммен жек-жегін қалайсыз? Бүгінгі күн жаңалықтары осы. Каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.